Бүгін Алматы қаласы Жасқыран спорт кешенінде Бостандық ауданы әкімі кубогының финалдық ойыны өтіп жатыр. Қазір дәл осы алаңда финалға өткен екі команда чемпиондық атақ үшін таласатын болады. Жартылай финал ойындарынан финалдық кезеңге суырылып шыққан Хату және Қазбысқа командалар арасында тартысты ойын өтті. Бүгінгі ойынға екі команданың да қызу дайындықпен келгені көрінді. Жеңіс үшін келген екі команда арасындағы жарыста допты алаң ортасынан Хату командасы ойынға қосты. Бірінші таймда есеп 0-0 болып аяқталғанымен, екінші таймда ойын өзгеше өрбіді. Алаңда қазір көріп тұрғанымыздай қызу ойын болып жатыр. Әзірге есеп басымдылығында айти тұр, 2-0 есебімен бүгінгі ойында аяқтайтын сияқты. 30 минут ішінде салынған екі голдың алғашқысын Серік Алишер салса, есепті еселеген Хату командасының шабуылшысы Элдар Қыдырбаев. Бүгінгі ойын өте тартысты өтті. Екі команда да фаворит болып есептелді. Қай команда точно ұтатынын ешкім айта алмады. Сондықтан екі команда да былайша айтқанда мандраж болды десек болады. Нәтижесінде осы есеппен Бостандық ауданы әкімінің кубогын Хату университетінің командасы жеңіп алды. Финалдық ойынға жаңбырға қарамастан қолдап келген жанкүйерлердің саны жартылай финалдағы ойынға қарағанда 2 есе көп. Жанкүйерлердің арасында Хату университетінің ректоры да болды. Я был свидетелем обоих мячей, чему и рад, что я вовремя пришел. Первый тайм, кстати, был безрезультативный, поэтому было классно. Последние секунды они прям адреналина нахватались, мне кажется, и такой драйв показали. Поэтому я верю в наших ребят. Во-первых, что они сами организовались, во-вторых, без руководства старших. И это была победа самих ребят. Вот это самое главное для меня. Я за это пришел поболеть. Бүкіл жарыс бойы жақсы деңгейде өнер көрсеткен Қазбысқа командасы жеңіліп жатқандарына қарамастан көтеріңкі көңіл күймен өздеріне риза боларлық ойын көрсетті. Енді жеңістен жеңістегі қатар жүреді, осы жайлы не ойлайсыз? Енді былай айтайын, Қазбысқа құрамасы тарихында бірінші рет екінші орын алып тұр. Ол бір. Екіншіден біздің балаларымыз өте жас. Біздің құрылғанымызға 1 жыл болды. Даже организатор, бүкіл командар біледі. Енді Муиттің басымдылығы әрине, енді Муит жақсы ойнады бүгінгі ойында. Мен ешқандай нем жоқ, ренішім жоқ. Оларға да ойын көрсетті, ойын шешті, доп-домалақ дейді ғой, код көрсетті. Естеріңізге сала кетсек, бұл турнирді ұйымдастырған Rising Star спорттық лигасы. Жоба дарынды спортшыларға өз мақсаттарына жетуге мүмкіндік береді. Жалпы бүгінгі ойын жайлы, осы жобаның мақсат жайлы қысқаша айтып берсеңіз. Негізі бүгінгі финал өте керемет өтті. Қазгаса және Муит командалары футболдың қалай ойнау керектігін көрсетті. Контроль мяча, открывание, забегание. Негізгі мақсаты осы Қазақстанның әрбір талантты баласына мүмкіндік беру. Негізі мен өзім Америкада оқып, осы системадан өтіп шыққам. Сондықтан осы Қазақстанда әрбір Қазақстан ауылында, әрбір мектебінде бір команда, университетінде, колледжінде бір команда болатын болса, онда бізде селекция болады. Сол селекциясының арқасында біз қазақтың ең талантты деген балаларын алып шығамыз. Тек қана ақшасы бар, жағдайы бар адам баласын апара алатын адамның баласы ғана емес, әрбір қазақтың қарапайым баласына мүмкіндік бере аламыз. Мақсаты сол. Бүгінгі финалды жеңіске жеткен Хату командасы алдағы уақытта Қазақстандағы танымал әуесқой клуб SD Family-ға қарсы суперфиналда өнер көрсететін болады.